Сәлеметсіздер ме? Сіздермен мен Асан Фазылбекұлы. Мен өз каналымда сіздерге химияны оңай әрі түсінікті түрде жеткізетін боламын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Жалпы химия саласында заттар екі түрге бөлінеді. Жай заттар және күрделі заттар. Жай заттарға кез келген элементтерді атап қарастыруымызға болады. Мысалы, күкірт, оттек, мыс, алюминий, алтын деген сияқты. Ал күрделі заттар екі немесе одан да көп элементтердің қосылысынан тұрады. Әрі қарай күрделі заттар 4 топқа бөлінеді. Оксидтер, негіздер, қышқылдар және тұздар. Бүгінгі сабағымыз оксидтер. Оксидтер дегеніміз екі элементтен тұратын, оның біреуі міндетті түрде оттек болып келетін күрделі қосылыстар. Жалпы оксидтерді 3 түрге бөліп қарастырамыз. Біріншісі негіздік, екіншісі қышқылдық, және үшіншісі екідайлы. Негіздік оксидтер түзілу үшін оттекпен міндетті түрде бірінші немесе екінші А топтағы металдар әрекеттесу керек. Мысалы, кальций қосылған оттек түзіледі, кальций оксиді. Қышқылдық оксидтер көбінесе бейметалдар мен оттектің әрекеттесуінен алынады. Мысалы, көміртек қосылған оттек түзіледі, көмір қышқыл газы. Ал екідайлы дегеніміз әрі қышқылдық, әрі негіздік қасиет көрсете алатын элементтердің оксидтері. Мысалы, мырыш оксиді болсын. Мырыш оксиді қышқылдық қасиетті де, негіздік қасиетті де көрсете алады. Олардың негіздік немесе қышқылдық оксид екенін қалай білеміз? Негіздік оксид екенін білу үшін дәл осы оксидке су қосамыз. Негіздік оксидтерден міндетті түрде негіз пайда болады. Қышқылдық оксидтерді де дәл осылай тексереміз. Өнім ретінде әрине қышқыл түзіледі. Оксидтердің аталуына келетін болсақ, оның ешқандай қиындығы жоқ. Өйткені қандай да бір элемент оттекпен әрекеттесу арқылы оксид түзетін болса, ол сол элементтің оксиді болып саналады. Мысалы, алюминий қосылған оттегі түзіледі, алюминий оксиді. Дәл осы сияқты сіз практика жүзінде тексеріп көрсеңіз болады. Енді оксидтердің алыну жолдарын қарастырайық. Оксидтердің алыну жолдарының бірнеше түрі бар. Біріншісі металдарды немесе бейметалдарды, яғни жай заттарды оттекпен қосу арқылы
Екінші, негіздер, тұздар, қышқылдар осы үш заттың айырылу реакциясына түсу арқылы. Және валенттілігі айнымалы түрде болатын элементтердің оксидтерінің әрі қарай тотығу арқылы. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды және подписка жасауды ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған мен Асан Фазылбекұлы. Келесі сабақта кездескенше.